Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай дәмді ерекше кешкі астың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең әуелі каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші кезекте пиязымызды алып турап аламыз. Енді капустамызды да майда бөліктерге бөлеміз. Сәбізімізді алып үккіштен өткізіп аламыз. Енді осы бөліп алған заттарымызды табамызда жайлап біртіндеп қуырып аламыз. Пиязымыз сарғыш түске енгеннен кейін үстіне сәбізімізді салып қуырамыз. Сәбізімізді осылай пияз екеуін 2 минуттай қуырып алып, үстіне туралған капустамызды саламыз. Үшеуін жақсылап 15 минуттай қуырып аламыз. Және үстіне дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады. Котлет дайындау үшін бізге фарш керек болады. Фаршымызды табамызға салып аламыз. Және жаңағы қуырған заттарымызды, ингредиенттерімізді фаршымыздың үстіне қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосып араластырамыз. Енді осы араласқан массамызды кішкене бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей етіп 10 бөлікке бөліп аламыз.
бөліктерге бөліп алдық. Енді осы котлеттерімізді қызған майға біртіндеп қуырып аламыз. Беті сәл қызғылттанған кезінде екінші бетін ауыстырып қуырамыз. Бес-он минуттай қуырғаннан кейін барлығын бір табағымызға салып аламыз. Салып алдық. Енді котлеттеріміз үшін соус дайындауға көшеміз. Ол үшін бір пиязымызды алып, майдалап тураймыз. Бір сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Қызанақтарымызды да үккіштен өткізіп аламыз. Енді осы туралған ингредиенттерімізді қызған табада біртіндеп қуырып аламыз. Үстіне күштен өткен сәбізімізді салып,
жайғастырып алдық. Енді жаңағы соусымызды үстіне біртіндеп қойып шығамыз. Қойып шықтық. Енді осымызды қызып тұрған духовкада 190 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Міне осылай болып пісіп шығады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдемін, және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол каналдың дамуына және де мені ынталандырады. Мен сіздермен әлі көптеген қызықты дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан да маған жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.